Көшпенділер көне заманнан бері ағашты қасиетті орын ретінде қастерлеген. Бөлек өсіп тұрған ағашқа немесе бұтаққа матаның бір бөлігі немесе лента тоқылған. Ағаш табиғаттың идеалды туындысы ретінде ақындар, суретшілер мен жазушылар үшін шабыттандыратын тостағаны болған. Қазақстанның таңғажайып кереғар табиғаты өнердегі шығармашылық шабыттың негізгі көзі ғана емес, сонымен қатар халық шеберлері ағаш ұстасына үшін шикізат пен материал беріледі. Ағаш шеберлері көп жағдайда ағаш өңдеудің барлық түрлеріне ие болды және мұндай мамандарды құрметпен ұста немесе ісмер деп атады. Ондай адамдар туралы 10 саусағынан өнер тамған деген екен. Экономика музейінің экспозициясында этнографиялық экспонаттар қойылған. Олардың кейбіреулері тарихи мәдени сирек кездесетін жәдігер деуге болады. Сондай экспонаттардың бірі ескі күбі, қымыз ашытатын бөшке. Ежелден бері биелер шырынды, тартылған сүтті мол бере бастаған жылы мезгілде қазақтар денсаулыққа пайдалы сусын қымыз әзірленген. Бие сауған үй иісі дәмді қымыз пісіруді білетін әр шаңырақта ағаш текшесі көрінетін. Күбі сыртқы түрі бойынша қымызды шайқауға арналған ағаш ыдыс цилиндр тәрізді. Жоғарғы жағына қарай иілген кен түбі мен тар мойны бар ыдыс. Қымыз бөшкесінің сыйымдылығы отбасының әл ауқатына және ондаған адамдардың санына байланысты болды. Және бір шелек және одан да көп болуы мүмкін. Оларды бір ағаштан немесе қайын, емен, тал, арша ағаштарынан жасады. Жақтаулардан жасалған күбілет бөліктерге жиналады. Жұқа ағаш тақталар арнайы дайындаған дөңгелек түбіне тығыз жалғанады. Ол жақтаулар сыртынан сақиналармен бекітіледі. Жиналған қымыздың ішінде тегіс болу үшін оны ыстық темірмен күйдіреді. Содан кейін маймен майлайды және зарарсыздандырады, өңдейді. Зарарсыздандырылғаннан кейін күбі қабырғаларында ағаш шайыры пайда болады. Бұл жақтауларды бір-біріне мықтап ұстап, бекітуге мүмкіндік береді. Бір ағаштан жасалған күбіге негізінен қатты ағаш пайдаланылады. Ол қайын немесе емен. Негіз өзегі ағаштың қатты кесуінен ойып алынған, ортасында тесігі бар талғампаз қақпақпен жабылған. Көрсетілген тесікке айналдырылған піспек. Күбінің үстіңгі жағы көбінесе ою өрнектермен безендіріліп, қазақтың ою өрнегімен толықтырылған. Сүйек пен күміспен көмкерілген. Күбіде қымыз сақталып дайындалады. Қымыз сауытында қалған аз мөлшерде қымыз ұйытқы үшін биенің жаңа сүтін қосады. Осыдан кейін 2 тәулік бойы қымыз үнемі бірнеше сағаттан шайқалу керек. Қымыз сапасы араластыруға байланысты шайқау қаншалықты жиі болса, соншалықты дәмді болады. Далада былай дейтін, қымыздың бір тостағанында 2 тостаған ауа бар. Ертеде әрбір қонақ киіз үйге кірер алдында 40 рет қымыз құйылған ыдысты шайқауы керек деген екен. Мерзімді түрде 2-3 аптадан кейін ашытқы мен қымызды сапыруға арналған бөшке толығымен босап, оны жақсылап жуып сары маймен майлап ішінен ысталған. Бөшкені шүйгу кезінде шалғынды бұтақтарды пайдаланып тұтану әдетте қайын қабығымен жүзеге асырылады. Басқа құралдарды пайдалану қымыздың дәмін жақсы жаққа емес өзгертуге әкеледі. Барлық мерекелерде, әсіресе той томалақтардың бірінші рахаты болған. Қазақтар бұрын қымыз сатпаған. Байқамай үйге кіріп кеткен жолаушыларға, көрші қолаңға, ағайын туысқа шипалы қуат беретін сусыннан дәм татқысы келетіндердің барлығына жомарттық танытқан. Қымыз тек дәмді мен тағамдық құндылығын ғана емес, сонымен қатар оның айқын емдік қасиеттерімен шаршаған кезде өкпе ауруларына пайдалы болған. Қымыздың әдеттен тыс қасиеттері және оның дайындалуға белгілі бір қиындықтар, оны
2 есе құнды және қымбат өнім етеді. Көптеген өлең жолдар осы хош иісті және емдік сусынға арналған. Ол жырға қосылады, мақал-мәтелдерде танымдарға, нақыл сөздерге енген. Ыстықта шөлді қандырады, ал салқын жерде сергектік береді. Дені сауды қуантады, ауруды емдейді, деді халық. Күбі әрқашан тұрғын үйдің сол жағында орын алған. Егер ескі күбіні көшеге лақтырылса немесе отқа жағылса, бұл жаман белгі деп саналды. Бұрын ежелден күбінің ата-бабалары таза және ұқыпты жерде мұқият сақтаған және қорғаған. Ол бақыт пен байлықтың белгісі болған.